Сәлеметсіздер ме достар? Арнаға қош келдіңіздер. Бөдене жұмыртқасының пайдасын сіз білесіз бе? Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді екен. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп, аяққа тұрғызған екен. Достар, видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сізге пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Арнаға тіркеліп лайк басуыңызды сұраймын. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Өйткені бөдененің еті де, жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасының құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. Б тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Тағы бір дәлелденгені, бөдене жұмыртқасы тауықтардікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымы көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есе сақтау қабілетін жақсартады. Анемияға, сәуле ауруларына. Сонымен қоса бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есе сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамды жақсартатын қасиетке ие. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин амин қышқылы косметика саласына ең қатты өнім саналады. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасының қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероз түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданғаны абзал. Шопандардың үлгіні алатын болсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы екен. Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің докторы Мұхтар Байбатшановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды
бір орталыққа жинап тәжірибе жүргізген екен. Бір топтың балаларына 1 ай бойы бөдененің жұмыртқасын жекелей ішкізсе, екінші топтағы балаларға жұмыртқа бермейді. 1 айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде, ғалымдар бөдене жұмыртқасын радиацияны ыдырататынын анықтаған. Мұрындарының қанауы, бас айналулары тоқтап, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастады. Біздер бөдене жұмыртқасына тәжірибе жүргізгенде, оның дәрумендік құрамы тау жұмыртқасына қарағанда 3-4 есе жоғары екенін көз жеткіздік дейді ғалымдар. Ал мұны жапондықтар біліп қана қоймай, ұлт денсаулығын жақсарту мақсатында қолданғандарын айтады. Тіпті мектеп жасындағы балаларға күніне 2 бөдене жұмыртқасын тегін таратылып беріледі. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін жапондықтар бөдененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті түрде тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шиктей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады, дейді Мұхтар Байбатжановтың ақпараты құралдарының бірінің сұхбатында. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты түрде науқастың қатерлі ісігінің өзінен тәуір болатыны дәлелденген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардтан астам жуық бөдене жұмыртқасын өндіретін болған. Керек десеңіз, бөдененің зерттейтін орталықтары, институттар құрылған. Сонымен қатар бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқа елдерде бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлген. Бөдене жұмыртқасын шикілей қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірілген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп езбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы, бәрінен пайдалысы шикі күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалады. Тоқетері бөдене еті мен жұмыртқасын сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде ханның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанынша сатып алуына мүмкіндігі бар. Құрметті оқырман, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Және арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ем болсын достар.